Физика 7 сынып 1 тоқсанға арналған 1 бөлім бойынша жиынтық бағалау. Тақырып физика табиғат туралы ғылым. Тапсырма 1. Құбылыстарды түрлеріне қарай топтарға бөліп кестеге енгізіңіз. Топтың домалауы ол бізде механикалық болады. Қорғасынның балқуы ол бізде жылулық. Күн күркірегеннің естілуі ол бізде дыбыстық болады. Жұлдыздар жарқырауы ол бізде жарықтық болады. Судың қайнауы ол бізде жылулық болады. Таң атуы ол бізде жарықтық. Жаңғырық ол бізде дыбыстық болады. Сағат маятегінің тербелуі ол бізде магниттік болады. Бұлттар қозғалысы ол бізде механикалық болады. Көгершіннің ұшуы ол тоже механикалық. Найзағай жарқылдауы ол бізде дыбыстық. Электр шамның жануы ол бізде электрлік болады. Келесі, екінші тапсырма. Төменде келтірілген физикалық құбылыстарды қайсысын зерттеу кезінде эксперимент әдісін қолданылу жеңілірек болады дейді. Ол бізде Д варианты болады. Қағаз ұшағының ұшуы. Келесі, кемпірқосақ пен найзағайды зерттеу кезінде ғылыми әдістің қандай түрін қолданасыз? Ол бізде бақылау. Жалпы осы 3 тапсырма.